Толағай шөптің үстінде дем алып жатқанда, мойнына кішкентай қауырсын тиіп кетті. Жеңіл қытық оны еріксіз күлдірді. Қызығы бол, неге біз қытықтанамыз? Деп ойлады. Жауабын табу үшін Толағай тағы да кішірейіп, өз денесіне кірді. Ол керінің дәл астына қонды. Мұнда сансыз жүйке ұштары таралып жаққан еді. Қауырсын теріге тағы тигенде, жүйкелер жарқ етіп, энергиямен толды. Олар сигналдарды жылдам миға жөнелтті. Алдымен олар жанасуды сезетін аймаққа жетті. Кейін эмоцияға жауапты бөлімдерге өтті. Ми сәл абдырап, бұлшықеттерге екі бірдей бұйрық жіберді. Бірінші бұйрық денені сәл шошытып, қытықтан қашуға тырыстырды. Ал екіншісі қатты күлкі тудырды. Толағай бұл тек күтпеген жағдайда ғана болатынын байқады. Қатты немесе бір қалыпты қысым қытық сезімін тудырмайды. Қытық үшін миға тосын сыйға жетеді. Сосын Толағай өз қолын өзі қытықтап көрді. Бірақ ештеңе болмады. Ми ішінде ол себебін түсінді. Қолын өзі қозғағанда ми не болатынын алдын ала біледі. Күтпегендік болмағандықтан қытық сезімі де туындамайды. Мақтанышпен жымиған Толағай бұл құпияны да ұқты.